Ғұлама, ойшыл, әскери қолбасшы, көрнекті мемлекет қайраткері, ақын әрі дипломат. Бұл қасиеттердің барлығы да 16 ғасыр перзенті Мұхаммед Хайдар Дулатиға тиесілі. Қазақ Геродот атанған тарихшы мұралары бүгінге дейін өз ұрпағына жарық сыйлаған күн нұрындай жол сілтеп келеді. Тек қазақ халқына ғана емес, бүкіл шығыс мәдениеті мен ғылымына өлшеусіз үлес қосқан білімпаз Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи Рашиди» атты классикалық тарихи шығармасына Қазақстан мен Орта Азия тарихын зерттеушілер және түркі тектес халықтардың мәдениетін зерделген ғалымдардың ешқайсысы сүйенбей өткен емес. Дулат тайпасынан шыққан ғұлама Ташкентте туып, Кашмирде дүние салып, жарты әлемді шарлағанымен өзінің өскен өлкесін, туған елін еш естен шығармаған. Оны тарихқа алып келгенде, тарихшы еткенде ең алдымен туған жеріне деген құрметі мен ыстық сүйіспеншілігі. Бұл елін сүйген әрбір азамат үлгі тұтар, ұрпағына өсиет етер асыл қасиет. Мұндай ұлы сезімнің еліміз тәуелсіздік алған бүгінгі тұстағы құдіретін тіпті асқақтай түспек екені анық. Нендей кезең, нендей тақырып туралы жазса да шындықты жазған Дулати әрбір жайтқа өзіндік көз қарасын танытып отырған. Қазақ хандығы жайындағы жазбаларда рулық, тайпалық тартыстың ел бірлігін бұзып, талай қанды оқиғаларға апарып соқтырғанын ескерте отырып, ел бірлігін сақтауды ең басты нысана етіп алға тартуы осының айғағы. Тарихи Рашиди деректері бойынша Шоқан Уәлиханов Тоғылық Темір хан, Жүніс хан шежірелерін және Моғолстан картасы, Моғолстанның батыс бөлігінің картасын жасап шыққан болатын. Дүниежүзілік әдеби мұраға енген Тарихи Рашиди атты энциклопедиялы шығармада ұлттық тарихқа, мәдениетке қатысты түйінді ой-пікірлер, терең толғамдар, парасатты пайымдаулар мол. Мұхаммед Хайдар өз еңбегінде тек тарихты ғана жазып қоймаған. Сонымен қатар адамзат құндылықтары, өмірдің мәні мен мағынасы туралы пәл-сапалық ойларын түйіндеген. Өмірдің баянсыздығын, оның өтпелі екендігін айта келе, бабамыз ұрпақтарын ізгілікке шақырған. Шығарма көркем ойлармен, өлең жолдарымен өрілген. Мұхаммед Хайдар Дулатиді ақын ретінде танытқан «Жаһаннаме» атты шығыстық үлгідегі түркілік дүниетаным биігінен ой толғайтын, даналық сөз айтатын классикалық жыр дастан. «Жаһаннаменің» негізгі тақырыбы махаббатқа деген адалдық, адамгершілік, адамды сүю, қастерлеу, әділдікті ардақтау болып келеді. Шығармада басты тақырып сүйіспеншілік, махаббат тақырыбы болғанымен, осы арнада Хайдар Дулати өз уақытының, өз заманының, өз қоғамының сан алуан тарихи оқиғаларын да айналып өтпейді. Мансап, билік жолындағы әмірлер мен сұлтандардың, бектер мен мырзалардың әрқилы тағдыры, мінез құлқы, іс-әрекеттері де дастанда көрініс табады. Осы арқылы автор тарих таразысына жақсылық пен жамандықты, әділдік пен әділетсіздікті, қиянат пен рақымшылықты қатар қойып, адам болмысындағы қасиеттер құндылығын адамгершілік тұрғыдан ой талқысына салады. Өз үкімін айтады. Теңдік жоқ жерде ешқандай әділеттілік болмайды, деп пікір қалдырған Мұхаммед Хайдар Дулати әділеттіліктің салтанат құруына жол бермейтін жағдайлар деп қаталдық, жүгенсіздік, сараңдықты және екіжүзділікті атап өтеді. Даңқты Бабырдың айтуынша, Дулати жан-жақты білімді адам болған. Мұхаммед Хайдар Дулати әскерге қолбасшылық етіп, соғыс өнерінің, әскери ғылымның, жауынгерлерге басшылық етудің, ұрыс жүргізудің қыр-сырын, сарбаздардың ұрыс жағдайындағы психологиясын соншама терең зерттеп саралай білді. Даңқты Бауыржан Момышұлы мен Дулати шығармаларының әскери қолбасшылық тұстарынан тарихи сабақтастықты да байқауға болады. Мұхаммед Хайдарды оқыған күн шығыс ғаламдарының ол туралы жылы сөз айтпай қалған бірде-бірі жоқ. Туманович басқа да шығыстанушы ғалымдар секілді Тарихи Рашидиді. Бұл шығарма түркі халықтарының тарихын зерттеуде аса бағалы дерек. Басқа деректердің арасынан оның ерекше орын алатынының себебі мынада. Біріншіден, Мұхаммед Хайдардың еңбегі тек Моғолстан тарихына бағышталған, бүгінгі күні бізге мәлім шығармалардың жалғызы ғана. Моғолстан 15-16 ғасырларда Шығыс Түркістан аймағына кірген. Екіншіден, шығармада қырғыздар жайлы және олардың қоныс тепкен жерлері туралы басқалар бұрынырақ айтпаған деректер келтіріледі.
Үшіншіден, көлемі және деректерінің ауқымдылығы мен ортағасырлық шығармалардың еш қайсысы да тарихи Рашидимен теңесе алмайды деп жоғары бағалаған. Сен әлемді жаулап алма, өйткені онда сансыз қайғы қасірет бар. Сен одан да адамның жан дүниесін меңгер, оларда қанша әлем бар екенін көресің, деп ой толғаған Хайдар мырза сурет салу ісімен айналысады. Зергерлік, шеберлік, ұсталық өнермен шұғылданады. Шеберлік ісінде ол бармағынан бал тамған ісмер сұлулық дүниесін жанымен сүйетін хас шебердің өзі болады. Қырнау, безеу, ой-өрнек өнерін тіпті асқарлы түріне жеткізіп, оны шын мағынасында сұлулық қазынасы өнерге айналдырған. Өнерді жете түсінген ойшыл суретші Бекзада суреттеріне де талдау жасаған. Мұхаммед Хайдар Дулати қазақ философиясының негізін қалаушы ғалым. Ұлы педагог ретінде де оның елеулі еңбегі аз емес. Өйткені ғұламаның бала тәрбиесіне қатысты еңбектері әлі күнге өзекті болып отыр. Ол тарихи Рашиди еңбегінде баланың сауатын ашуды балғындар 4 жас, 4 ай, 4 күнге толғанда бастауы керектігін айтқан. Бүгінде біздің қоғамда да баланы ерте жастан білімге баулу қолға алынуда. Бүгінде 1997 жылы баба есімі берілген Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде студент жастар кәсіби білім алуда. Оқу орданың бас ғимаратында Дулати бабаға арналған ескерткіш орнатылған. Дәл осы жылы оқу ордасына ғалым аты берілген болатын. Дулати баба ескерткіші Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен салтанатты түрде ашылды. Дулати университетінің ұйымдастыруымен көрнекті ғалым, тарихшы Хайдар Дулатиға арналған Дулати оқулары халықаралық ғылыми теориялық конференциясы 1997 жылдан бері өткізіліп, конференция материалдары жинақ ретінде жарияланып отырады. Хайдар Дулати өмірі мен шығармашылығы бағытындағы жұмыстармен Дулати тану ғылыми зерттеу орталығы айналысып келеді. Орталықта үздіксіз зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ғылыми еңбектер жарияланып отырады. Ақыл әсте қолбасшы батырлықтың жолында. Ол бәрінің алдында, ерлік оның соңында. Егер ерсе екеуі бір-бірінің қасына, ақыл шырқап шығады асқар шыңның басына. Қанша ғасыр өтсе де айтылған насихат сөздері маңыздылығын жоймай ұрпақтарын ізгі істерге, адамгершілікке жетелейді. Мұндай танымы терең, тағылымы мол, тұшымды ойлар бүгінгі күнде де өз өзектілігін жоймаса керек. Ғұлама өсиет ұрпақтан ұрпаққа жалғасын табар, желісін үзбес ұлы ұлағат болып қала бермек.